Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен simple.com онлайн платформасымен танысатын боламыз. Бұл онлайн платформаның негізгі қызметі сауалнамалар жасау және тесттер жасау әртүрлі. simple.com платформасымен жұмыс жасау үшін бізге міндетті түрде электрондық почта керек. Электрондық почтаңызды жазу арқылы осы платформаға тіркеле алатын боласыздар. Google жолағында simple.com деп жазғаннан кейін осындай жұмыс аймағы сіздерде қосылады. Сосын сауалнама жасаңыз батырмасын басамыз. Сол кезде осылай жұмыс аймағы бізде қосылады. Назар салып қарасаңыздар, сауалнаманың формасы әртүрлі типте жасауға болады. Ол викторина, сауалнама және де өзіңіздің сабағыңызға сай етіп сауалнаманың формасын осы жерден таңдап аласыздар. Тақырып деген жерге сауалнаманың тақырыбын жазамыз. Сауалнаманың тақырыбын жазғаннан кейін сауалнаманың өмір сүру ұзақтығы шексіз батырмасын басамыз. Одан кейін бұл сауалнама ашық па, яғни бұл сауалнаманы кез келген адам көре алатын болса, я деген батырманы басасыздар. Сауалнаманың үлгісін өзіңіз таңдап қарасаңыз болады. Содан кейін жалғастыру батырмасын басамыз. Жалғастыру батырмасын басқаннан кейін сіздерде осындай дайын жұмыс аймағы қосылады. Енді осы жерден сіздер өзіңіздің тақырыбыңызға сай тапсырманы таңдайсыздар. Мысалға, мен тізім деген тапсырманы таңдадым. Осы жерге тақырып сұрағыңызды жазасыздар. Мысалға, осы жерге сәйкесінше нұсқаларын жазып отырасыздар. Мінекей осылай тестті құрастырамыз. Мына жерде кескін батырмасын бассаңыздар, сурет қоюға болады. Мысалға, жүктеп салу, суретті жүктеп салуға болады. Өзіңіздің компьютеріңізда қойылған суреттерді салсаңыздар болады. Мысалға, мен кез келген суретті алдым да. Мінекей сурет бізде экранда пайда болды. Енді келесі тапсырмаға, мысалға, өзіңізге, мысалға, мен мәтін енгізу деген форманы таңдадым. Бұл жерге сіздер, мысалға, оқушыларға эссе жазуға тапсырма берсеңіздер болады. Мысалға, мен роботтар әлемінде деген тақырыпты бердім. Сол тақырыпқа 5 жолдан тұратын мына жерге оқушылар мәтін жазу керек болады. Яғни, мысалға, өзіңіздің пәніңізге, тақырыбыңызға байланысты тақырыпты беріп, осы жерге оқушылар осы енгізу өрісінің толтырғыш мәтіні деген жерге мәтінді толтырып жазса болады. Сақтау батырмасын басамыз. Сол кезде оқушылар мына жерге мәтіндерін жазатын болады. Бұл жерге де сурет қоюларыңызға болады. Сақтау. Келесі. Ашылмалы тізім. Бұл жерде де
нұсқаларымен тест қарастыра аласыздар. Енді Simple платформасында тапсырманы жасап болғаннан кейін оқушыларға қалай бөлісеміз? Бөлісу батырмасын басып, осы жерге шыққан сілтемені жіберсеңіздер болады. Және де оқушылар тапсырманы орындап болғаннан кейін нәтижелерге барып, оқушылардың нәтижелерін көрсеңіздер болады. Сүзгілерге баратын болсаңыз, оқушылардың қандай нәтижеге жеткенін, қай оқушы нешінші орында тұр, соны көрулеріңізге болады. Яғни сіз осы викторинаны, яғни сұрақты құрастыра отырып, оқушының білім деңгейін бірден анықтап отырасыздар. Менің сауалнамаларым батырмасын бассаңыздар, сіздің құрған тапсырмаларыңыз осылай сақталып тұрады. Осы Simple платформасын пайдалана отырып, сабақтарыңызды қызықты өткізуге кеңес береміз.